Біз қазір мынау тік төртбұрыштың ішінде тұрған есебімізді шығаратын боламыз. Бұл есепті шығару үшін ең алдымен мынау біздегі күрделі бөлшектерді жай қарапайым формаға ауыстырып алайық. Сонда біздің есеп шығаруымыз жеңіл болады. Міне қараңыздар, 1 деп алайық. Бұл бірінші біздің табатын нәрсеміз. Ол мынау күрделі формадағы бөлшектері жай қарапайым түрге ауыстыру. Яғни математика тілімен айтатын болсақ, дұрыс емес бөлшекке ауыстыру. Қараңыздар, енді жазайық, берілгенін жазайық. 12 бүтін 3-тен 1. Осыны біз қалай дұрыс емес бөлшек түріне келтіреміз? Оны келтіру үшін бізде қараңыздар, астына бөлшек сызылсақ, астындағы сан өзгермейді. Тура осы қалпында 3 деп жазамыз. Енді қараңыздар, мына 12-ні қараңыздар, мына 12-ні біз қалай үстіне шығарамыз? Мына жерге шығарамыз. Оны шығару үшін біз мына 12-ні мына астындағы бүтіннің астындағы, яғни бөлшектің астындағы санға көбейтеміз. Яғни 12 көбейтілген 3, оны біз мына бөлшектің астына емес үстіне жазамыз мына жерге. Яғни сонда болады 12 көбейту бөлшектің астында бізде мынау 3 және мына үстіндегі санды қасына қосып жазамыз. Қосылған 1 деп жазамыз. Міне, енді бұл тең болады бізде бөлшекті сызайық. Астындағы 3-іміз тұра береді. 12-ні 3-ке көбейтсек 36, қосылған 1. Қосылған 1. 36-ға 1-ді қоссақ 37, бөлшектің астында 3 тұра береді. Міне мынау біздің қарапайым түрге келген бөлшегіміз. Немесе математика тілімен дұрыс емес бөлшек. Дәл осы жолмен біз мына екінші күрделі бөлшегімізді келтіріп аламыз. 7 бүтін 4-тен 3. Бұл дегеніміз бөлшекті сызайық. 4-іміз тұра береді. Ал мынау үстінде жанындағы 7 астына көбейтіледі. Астындағы бөлшектегі санға көбейтіліп мына жерге жазылады. Міне 7 көбейтілген 4 және мына үстіндегі санымыз қасына қосу ретінде жазылады. Мына жерге қосылған болып жазылады. Сонда қосылған 3. Бұны шығарамыз. 7-ні 4-ке көбейтсек бізде 28, қосылған 3 бөлінген 4. Бұл тең болады 28-ге 3-ті қоссақ 31 бөлінген 4. Міне біздің мынау қиын күрделі түрдегі бөлшегіміз мынандай қарапайым түрге келді. Келесі нәрсе ол бізде мынау жақшаның ішіндегі амалды орындау. 2 дейік. Енді 2-де біз мына жақшаның ішіндегі амалды орындау үшін жақшаның ішіндегі сандарды жазамыз. Мынаны жазамыз. 12 бүтін 3-тен 1-дің орнына мынау біздің тапқан қарапайым бөлшегіміз. 37 бөлінген 3 дейміз. Алынған мынау 7 бүтін 4-тен 3-дің орнына мынау тапқан қарапайым бөлшегіміз. 31 бөлінген 4. Тең болады. Енді қараңыздар, мына жерде бөлшектің бөліміндегі сандар екеу түрлі. Біреу 3, біреу 4. Енді осыны ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Ортақ бөлімге келтіру үшін біздің ортақ бөлім болатын санымыз мына бірінші санға да, екінші санға да қалдықсыз бөліну керек. Біздің жағдайда табудың ең оңай жолы ол бір-біріне көбейту. Яғни 3 пен 4-ті көбейту. 3 пен 4-ті көбейтсек бізде тең болады 12-ге. Яғни біз бұл жерде ең оңтайлы жолы екеуін көбейту, себебі екеуі де бір таңбалы сан. Егер бізде 2 немесе 3 таңбалы үлкен сандар болатын болса, бұл ортақ бөлім табудың басқа жолын қолдану керек. Ықтималды жолын. Енді қараңыздар, міне 12 біздің ортақ бөлім. Енді жазайық.
Енді ұзын бөлшектің сызығын сызамыз. Астына 12. Енді мына бірінші біздің мына жерімізде 12 болу үшін бізге 4-ке көбейту керек. Бірақ біз астынан былай 4-ке көбейте салуға болмайды. Бұл дұрыс емес, қате. Оны астына көбейтеміз, үстіне еселік қылып жібереміз. 4 дейміз. Ал мына жерде 12 болу үшін 3-ке көбейту керек, бірақ 3 деп жазбаймыз. Оны жоғарысына еселік қылып жібереміз, 3 деп. Енді еселік қылып жібердіге, оны қалай қолданамыз ары қарай? Оны қолдану үшін біз мына жоғарысындағы еселік санды бөлімнің үстіндегі санға көбейтеміз. Мына санға көбейтеміз. Яғни 4 көбейтілген 37. Мына амалымыз енді үстінде орындала береді. Себебі ортақ бөлімге келтіріп алдық мынандай. Мына жерге 3-ті үстіндегі санға 3-ті көбейтеміз 31-ге. 3 көбейтілген 31. Сонда тең болады, жазайық. 4-ті 37-ге көбейтсек 148. Ал 3-ті 31-ге көбейтсек 93. Алынған 93 бөлінген 12. Бөлшектің астындағы сан өзгермейді. Сонда бізде 148-ден 93-ті алсақ 55 бөлінген 12. Міне, онау біздің жақшаның ішінен шыққан жауабымыз. Енді ары қарай мына жақшаның ішін істеп қойдық. Енді мына сыртын істеуіміз керек. Оны істеу үшін қазір мен астына кішкене жылжытайын, бізге көрініп тұру үшін. Қараңыздар, бүйтіп жазып қояйын. Енді бұны басқа бір түспен жазайық. 3 дейік. Міне. Үшінші амал. Мынау түсіміз кішкене қатты көрінбей тұр. Сол үшін басқа бір түсті алайын. Міне. 3 дейміз. Үшінші, мына жақшаның ішінің жауабын 55 пен 12-ні жазамыз. 55 бөлінген 12. Енді қараңыздар, мына жерде бізде көбейту амалы. Көбейтілген 6 бөлінген 11. Көбейтілген 6 бөлінген 11. Енді бұл жерде сіздер үстін, астын көбейтулеріңіз керек. Бірақ қазір 55-ті 6-ға көбейтсек, 12-ні 11-ге көбейтсек, үлкен сандар шығады. Оны біз бөліп, бізде әрқашан жанымызда калькулятор жоқ. Сол үшін біз оңай жолын істейміз. Оңай жолы ол астын мен үстіндегі бірдей сандарды қысқарту. Оны қалай жасаймыз? Оны былай жасаймыз. Бөлшектің сызығын сызамыз. 55-ті қысқару үшін біз мына астында қараңыздар 11 мен 55 бір туысқан сияқты болып тұр, ұқсас болып тұр. Біз осыны 55-ті былай жазсақ болады. 5 көбейтілген 11. Яғни 11 мен қысқаратындай қылып. Көбейтілген 6-ны сол күйінде қалдыра береміз. Ал мына жерде 12 деген сол 6 көбейтілген 2. Яғни 6 мына үстіндегі 6 мен қысқару үшін оны 6 көбейтілген 2 деп жазайық. Және мына 11-дің өзін көбейтілген 11. Енді қараңыздар, мына жерде астында 11 бар, үстінде 11 бар. Осыны қысқартамыз. Дәл сол сияқты астындағы 6 мен үстіндегі 6-ны қысқартамыз. Сонда бізде 5 және 2 қалады. Бөлшектің үстінде 5, астында 2. Міне біздің есебіміздің жауабы шықты. Бірақ біз бұл жерде бұрыс формада тұр, дұрыс емес. Осыны дұрыс бөлшек қылып істесек болады. Бұны қылу үшін 5-ті 2-ге бөлсек, бүтін 2 шығады және қалдық 1 қалады. 2-ге көбейтсек 4 және ар жағында 1 қалдық. Міне осылай әдемі формасына қайтадан келтіріп қойсақ болады. Міне біздің есебіміз жауабы осы. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, маған хабарларыңызды беріңіздер, және қандай тақырыпта қиналасыздар, қай нәрсені дұрыс түсінбейсіздер, маған жазып кетсеңіздер болады. Мен сол тақырыпты талдайтын боламын. Қарағандарыңызға рахмет.